Қараңыз, келесі темамыз қозғалыстың салыстырмалылығы. Бұның туудан туып мысалдан бастай береміз. Бірінші машина. Енді қараң. Бірінші машина бір тезlikпен былай кетіп барды. Екіншісі тас осы бағытта кетіп барды. Енді екеуі бір бағытта кетіп бара жатса, бұның тезлігі үлкен, бұның тезлігі кішілеу болатын болса, демек мына деген қуып өтеді. Енді қуып өткенде қарасаңыз, мына машина сәл саған астерлеу жүргенде түйіледі. Мысалы үшін, егер сенің астында жеңіл машина болатын болса, мына автобус болатын болса, жеңіл машина автобус болса, астерлеу өткендей болады. Яғни салыстырмалы тезлік бұл бір несібір. Яғни сен мынадан отырып, мына екінші бір тезлікті бақылайсың. Сол уақытта сен салыстырмалы тезлігін келіп шығады. Мына салыстырған. Демек, екіншіден біріншіден салыстырғандағы салыстырмалы тезлігі сондай болады. Енді екіншісі, сен мына уақытта келіп тұрсаң, ал саған қарама қарсы екінші бірдеңе саған қарама жолы келді. Онда салыстырмалы тезлігіне кеткен болады. Онда бұл салыстырмалы тезлік бір-біріне қосып бересіз. Яғни сен мынада тұрып, мынаның тезлігін өлшейтін болсаң, ол тезлігі жүз үлкен көрінеді. Сен жеңіл машина жүріп барсаң, автобус қапталынан өтсе, бір заматта өтіп кетеді. Яғни тез өтіп кетеді қапталынан. Демек, қарама қарсы қозғалған уақытта салыстырмалы тезлігі қосылады. Яғни бірінші деңгеймен екіншіден салыстырмалы тезлігі жүз үлкен көрінеді, демек қосылады қарама қарсы болса. Үшіншісі. Біріншісіне жоғарыда, екіншісіне былай қарай кетіп жатқанымыз. Өзара перпендикуляр бағытта. Онда оның салыстырмалы тезлігі соның астында v1-дің квадраты плюс v2-ның квадраты. Мынаны салыстырғандағы тезлігі ол бұларға бағыттанады. Демек, біріншіден екіншіден салыстырған жоғарыға бағыттанады. Біріншіден отырып, екіншіден бақыласаң, ол мына бағытта қозғалғандай болады. Олардың салыстырмалы тезлігі Пифагор теоремасы бойынша v1-дің квадраты плюс v2-ның квадраты болады. Үшіншісі. Біріншісі былай, екіншісі былай қарап қозғалатын болса, демек бұл жерде салыстырмалы тезлігіміз формасында v1-дің квадраты плюс v2-ның квадраты минус 2v1 v2 косинус альфа деген формула бойынша істейсіз. Яғни біріншіден екіншіден салыстырғанда қандай бір мынандай ой астында кетіп бара жатса сондай көрінеді. Екінші қайық үшін. Енді мынаны өзімен салыстырмалы тезлік деп алсам, мынаны жұмақлау тезлік деп алу керек. Енді жұмақлау тезлік қандай? Дария болатын болса, дарияның ағысы былай қарай, ағысының тезлігі. Қайық сол бағытта кетіп бара жатырмыз. Яғни ағыстың бағытында. Енді қайықтың ағысқа салыстырғандағы тезлігі, қайықтың жерге салыстырғандағы тезлігі, оны жұмақлау тезлік деп аламыз. Қайықтың тезлігіне ағыстың тезлігіне қосамыз. Яғни, қараң, мына жерде сен бақылап тұратын болсаң, қайықтың тезлігі мынаның тезлігіне қосып есептелінеді. Себебі қараң, мынаның жұмақлау тезлігі. Неге? Сен дарияның ағысы бойлап жүзіп бара жатсаң, сен жүзуің ансатылау болады. Яғни тезірек жүресің де амалға. Демек, сенің жүзіп жатқан уақытында ағыс саған жәрдем береді. Соның себепті ол қосады. Тезірек қосады. Не тұрып қаласың. Енді бұл жағдайда қайттан осы дария болатын болса, ағыс су тарап кетсең, енді қарама-қарсы жүзіп кетсең қайықпен. Уақыт жұмақлау тезлік деген болады.
v қайық минус v ағыс. Енді сен мына жерден тұрып қарайсың, мынау сен қанша тез жүзбесін ағыс оған қарсы көрсете береді. Яғни сен дарияда шомылып жатқан болсаң, сен дарияға қарсы жүзіп бара жатсаң, дерлік жүзе алмайсың, себебі ағыс сені артқа ысырып тастайды. Демек сенің тезлігің азаяды, яғни жұмбақтауыш тезлік v қайық минус v ағыс болады. Үшіншісі. Енді қайттан осы дарияның ағысы қайық енді перпендикуляр жоғары қарай барқыланған болсын. Онда ағысының тезлігі былай. Онда жұмбақтауыш тезлік бұл жерде кор астында v қайықтың квадраты плюс v ағыстың квадраты. Енді сен не тұрып қарап жатсаң, қайық былай қарай перпендикуляр бағытта жүзіп бара жатыр, яғни тезлігінің бағыты жаққа қарай, ағыс былай қарап, яғни горизонталь бағытта бағытталған. Бұнда қарасаң, қайықтың тезлігі саған былай қарап көрінеді, яғни былай қарай кетіп жатқандай көрінеді. Перпендикуляр бағытта қозғалғандықтан осы бағытта жұмбақтауыш тезлік тауып аласың. Ақырғысы, және осы дария болатын болса, қайық белгілі мешасында қозғалады. Ағыс былай. Сен неге қарап тұрсың? Онда бұл жерде жұмбақтауыш тезліктің бағыты параллелограмм қайсысын жасайсыз. Мына горизонт, мына тарапты мынаған алып келеміз, мына тарапты былай алып келеміз. Сонда екеуінде мына звук пен мына звук бірдей, мына звук пен мына звук бірдей болады. Онда деп қарасақ, мына арақын тезліктің бағыты келіп шығады. Демек, жұмбақтауыш координатында v қайықтың квадраты плюс v ағыстың квадраты плюс 2 v қайық v ағыс косинус альфа деген формула пайда болады. Демек, бұл жерде жұмбақтауыш тезлік сондай. Үшіншісі, машина дөңгелегі. Машина дөңгелегі болатын болса, мына жер. Машина былай қарай үнемі қозғалып тұрады. Онда мына точкасы бар, А точкасы, бұның тезлігі нөлге тең болады. Неде Б точка бар, оған тезлігі нөл болады. Неде С точка бар, тезлігі бұл жерде нөл болады. Неде Д точка бар, тезлігі бұл жерден нөлге тең болады. Енді қарай. А точкасында. А точкасының жерге салыстырғандағы тезлігі мынау нөлмен жүріп жатқан болса, жерден қарасаң, демек жұмбақтауыш тезлік деп қарасаң болады. Яғни жұмбақтауыш тезлігі мына екі бір бағытта болып қосылады. Нөл плюс нөл. Тең 2 нөл болады. Бір нұқаттағы тезлігі. Мынау горизонталь бағытта, мынау вертикаль төмен қарай. Демек, Б нұқатта, яғни Б нұқаттың жерге салыстырған тезлігі координатында нөлдің квадраты плюс нөлдің квадраты болады. Тең 2 нөл болады. С мына нұқат. Демек, мына нұқаттың жерге салыстырған тезлігі жұмбақтауыш тезлікпен қарайсаң, демек мынау оңға, мынау шетке. Демек, нөл минус нөл қарамасы алынады. Демек, нөл болып болады. Д нұқаттағы тезлігі В деп алсақ, демек перпендикуляр өтіп. Демек, нөлдің квадраты плюс нөлдің квадраты тең 2 нөлге тең. Демек, А нұқатта 2 нөл болады, Б нұқатта 2 нөл болады, Д нұқат соған тең болады, С нұқатта жерге салыстырған тезлігі нөлге тең болады. Мысалы. 10-ші. Самал болмағанда дауыстың тезлігі 330 дейді. Бұл бірде алып 330 метр бөлінген секунд. Самалдың тезлігі 12. Ол 25 метр секунд деген. Тауы керек. Шамал жөнеліші бойлап дауыс қандай. Бұл салыстырмалы. Жұмбақтауыш тезлік.
Demek самал былай қарай кетіп бара жатыр екен, міне сен соған сол бағытта бақыра жатырсың. Демек жұмбақлау тезлікпен істейсің. Себебі сен үшінші дене болып, мына екінің тезлігін бақылап тұрсың да. Демек мынаның тезлігі сенің үшін, мына дауыстың тезлігі сенің үшін мына бір бағыттарын қосып келеді. V1 плюс V2 тең 330, 325, 355 деген жоқ болады. С жоқ. Нечес. Дарияда сал кетіп бара жатыр дейді. Оның ағысының тезлігі келеді. Ол 3 метр секунд. Одан адам оның үстінде вертикал былай кетіп бара жатыр. Оның тезлігі дейді 4 метр секунд дейді. Жермен байланысқан системада оның тезлігі қандай? Демек, мына жерден тұрып қарап жатсаң. Демек, берден тұрып қарасаң, біреу былай жетті, бұлар сен үшінші дене болып мынаны қарап тұрсың. Демек, бұлар дегеніміз жұмбақлау тезлік болады, қуаласында V1-дің квадраты плюс V2-ның квадраты тең 5 метр бөлінген секунд. Дене өзара альфа-тең жүзінің ортасында екі қозғалысты қатынасады. Бірінші тезлігі, екінші тезлігі 3 метр секунд. Бұл жұмбақлау тезлігін зорлайды. Бұл жұмбақлау тезліктің формуласы қуаласында V1-дің квадраты плюс V2-ның квадраты плюс 2 V1 V2 косинус альфа деген формула қойып береміз. Соның бір шығады. Демек, екі пойыз бір-біріне қарап жатыр. Біріншісі 15 метр секундпенен, екіншісі 10 метр секундпенен бір-біріне қарап жатыр. Бірінші пойызда пассажир, екінші пойыздың 20 секундта өткенін бақылаған. Екінші пойыздың ұзындығы қандай? Енді В неде салыстырмалы тезлік болады, себебі біреуіне қарап жатыр, адам біріншісінің үстінде отыр. Онда салыстырмалы тезлігінің қарама-қарсы қосылады. Енді В дегеннің S бөлінген Т екенін білеміз. Демек, В салыстырмалы тең екінші пойыздың ұзындығы бөлінген Т болады. Яғни қосып, В салыстырмалы бөлінген Т, В салыстырмалы деген V1 плюс V2 бөлінген Т деген формуланы табамыз. Түсінікті? Енді қарап, егер түсіндіріп кетейін, салыстырмалы тезлік деген бірінші дененің үстінде отырып, сен екінші денеге қарайсың. Демек, екінші дене саған салыстырғанда қандай тезлікпен қозғалып жатқанын біліп аласың. Жұмбақлау тезлік деген екі тезлік болады, яғни екі дене, болмаса екі дене деп қарасаң болады. Енді қарап, сен қозғалмай тұрған бір шетте үшінші жерде қарап тұрып, мынаның, яғни сен бақылауың керек болған заттың саған салыстырған тезлігін өлшейсің. Мысалы қарап, мені сен қайықтың тезлігін өлшей жатсың, яғни өзіңе салыстырған тезлігін өлшей жатсың. Оны астында ол қайық суда ағып бара жатқан ағыс бар суда кетіп бара жатыр. Демек, ағысы бар болғаннан кейін ол қайыққа жәрдем береді. Демек, қайық тезірек жүруіне жәрдем беріп жатыр. Демек, қайықтың тезлігі екінің қосындысымен жұмбақлау тезлікті табасың. Қайықтың жұмбақлау тезлігі деп айтылады, ямаса үшінші денеге жерге салыстырғандағы салыстырмалы тезлік деп айтылады. Жерге салыстырған жұмбақлау тезлік деп айтылады. Түсінікті?